Kez келген халық, менің өзім тұжырымым бойынша, әйел қауымы бұзылған халық мүлдем. Бұл бақытсыз халық. Міне біздің қазір қандай жағдай? Тұрмысымызда не түрлі бір сүйкімсіз қылықтар. Мәселен, жап-жас қыздарымыз әне. Бөксесін ашып, кіндігін ашып жүр. Бұны не? Ол қыздарды, міне, қоғам, біздің мемлекетіміз еліктегіш болғандықтан, міне біздің жастардың барлығында бір жайсыз еліктегіш дүниелер бар. Бұның барлығы болып жатқан мына телевизордегі хабарлар, ұлттық идеологияның жоқтығы, дәстүр салттың, халықтық тағылымның мүлдем жүргізілмей отырғандығы, міне осының салдарынан. Ал егер жап-жас жаңағы өрімдей қыздарымыз кіндік ашып жүріп, бөксе ашып жүргеннен не ұтып, не ұтылып, неден ұтылып, неден ұтып нәрсе, бұл таңғажайып жұмбақ дүние. Кіндік деген міне адамның 12 мүшесі бар дейміз. Бүкіл ағзадағы барлық мүшенің ішінен ең бірінші пайда болған мүше бұл кіндік. Осы кіндік арқылы анасының құрсағында жаңа бір клеткадан өсетін жан иесі бүкіл тіршілігін сол арқылы сақтап жатыр. Бұл кіндік арқылы бүкіл өмірі, бұл өмірден кеткенше кіндіктің проблемасы өте үлкен. Міне мәселен, бұл сіздердің программаларыңызға уақыт жетпес, бұл үлкен, аса үлкен проблема. Кіндік мәселесі. Мисал айтқан 8 көзден тиген суық, кіндіктен соққан суық. Бұл мына жаңа кіндік ашып жүргендер не температура қызуы көтеріліп, не ауырып сырқамайды, бірден барып мына бедеулікке апарып соқтырады. Міне 1 жыл кіндігін, 2 жыл кіндігін асып жүрген қыз бала, жаңа 18-20-дағы, не ол бедеу болып қалады, не кейін тұрмысқа шыққаннан өмірге келген баласы жазыр. Бұл мәселені тексеріп, зерттеп көрген болсаңыздар, қазір міне медициналық статистика бой алдырсаңыздар, қазір өте қызық дүние болып жатыр. Мына кіндік ашып жүрген, мына 2-3 жылдың ішінде қазір міне яйцеклетка дейді ғой анау. Сол мәселе менің өзім танысым 2-3 адамды білем, міне перитонит болып операция жасап алдырып тастаған. Әне зареңіреп жылап отыр. 2 жағын бірдей алдырып тастады. Перитонит болған. Ал қазір енді осы мына 8 көздік пен кіндік ашудың салдарынан құяң деген нәрсе. 15-20 жастағы қыздардың арасында құяң ауруы үдеп тұр дейді. Осы жақында ғана анау медицинский хабарлар беріп тұратын хабарда осылай деп айтылып жатыр. Мына сұрудың бастығы Американың Даллас деген адам болған. Міне осы Совет үкіметі 2-ші дүниежүзілік соғысты жеңгеннен кейін бұлар амалсыздан сонда оның айтатын сөзін мына Россия телеарнасынан кейде беріп отырады. Бұл не деген? Бұл халықтарды түбінде құрту керек. Бұлардың моралінен аздыру керек. Дәстүр салтынан аздыру керек. Қанқұйлы ауыр киноларды жаңағы беріп, ана өсіп келе жатқан баланың жүрегін жаралау керек. Содан кейін екінші мәселе, мына демографиялық дүниені азайту үшін жаңағы кіндік ашу мен бөксе ашу дегенді не қылып, мода қылып, осын жүргізу керек деген, міне осының программасында жазылған. Айтар едім, мен қазір университеттерде сабақ беріп жүрмін. Ұстаз болғаннан кейін біз мектеппен тығыз байланыстамыз. Қазіргі мына этикалық, эстетикалық сабақтар мектептерде де, жоғарғы оқу орындарда да, техникумда да өте әлсіз. Осы дүниені мектепте мен өз басымнан айтайын. Былтырғы жылы мен 300 балаға лекция оқыдым қыздар институтында. Сонда жаңағы келген балалардың барлығын намысына тимей, жігерін ұсатпай-ақ тұрғызып алып, бөліп.
Қараңызшы дедім мен. Сіз не отып тұрсаңыз осыдан. Міне, сіз менің немеремнен де кіші адамдарсыздар. Бұны мен тоқтатып тұрғаным, міне, осындай жағдайы бар. Бұның дегеннен, міне, осы лекциядан кейін қазір 300 бала бүгінге дейін мына жаңағы лекцияда үйренген ұлттық дәстүр, халықтық тағылым, міне осымен жұмыс істеп жатыр. Одан кейін мен олардың ешқайсының ішінен жаңағыдай бөксесін ашып, кіндігін ашып келген баланы көрдім. Міндетті түрде семьяда да, мектепте де, жоғары оқу орындарында да адамның тәрбиесіне қатты көңіл бөлу керек. Бүкіл біздің білім ғылым министерствосы деген оқу реформа дегеннен басқа ештеңе айтпайды. Ең керегі адам тәрбиесі ғой. Адам тәрбиесі болмаған жерде, тіпті мен жиі қайталап айтам, Фараби аталарың айтады, бабаларымыз. Егер адамға тәрбие бермей тұрып, білім мен ғылымды беретін болсаңыз, ол адам өзінің жүрген жерінде апатасы жалпы. Ана құрсағынан басталу керек. 3 ай, 3,5 айдан кейін бала құрсақта жатып тәрбие өтеді. Ал адам бойындағы бүкіл түйсіктік ақыл, түйсіктік тәрбиенің 80% ана құрсағында қалып тастады. Жанның 12 арнасын ашып отырмыз. Бұның барлығы жабылуға жақын қазір. Міне, тәйгені атайық, ұят арнасы, сүю арнасы, жігер арнасы, міне, табиғи қабілет арнасы, түйсік арнасы, мінезбен зерде, ішкі 5 сезім 12 арна түгел жабылуға жақын. Біз бұны жабылуға жақын деп айтып қана қойып отырғанымыз жоқ. Бүкіл технологиясын беріп, қазір менің қолымда қаншама 100-ге тарта бала міне осы технологиямен келіп, таңғажайып құбылыстар жасап жүр. Өсіп келе жатқан жастар қандай дүниеге еліктесеңіздер де біліп еліктеп, жақсыға еліктеп, мына жаманнан жиренсе екен деген. Өйткені көрдіңіз бе, біздің тәуелсіздігіміз егер ұрпағымыз азып отырса, ұрпағымызда тәрбие, салауат жоқ болатын болса, біздің тәуелсіздігіміз неге керек? Ертең оған ие болатын ұрпақ бар ма? Міне біздің қазіргі осы айтып отырғанымызда барлығы сол ұрпақ қамы үшін айтылып отырған нәрсе.